Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сочный с творогом жасаймыз. Шайға арналған керемет сүзбелі печеньелер. Ол үшін бізге сары май, шекер, қаймақ, жұмыртқа және де ас содасы керек. Ерітілген сары майға 4 қасық қаймақ, шекер, жұмыртқа қосып араластырамыз. Шым-шым тұз саламыз. Сосын ұн салып, ұнның бетіне соданы салып, араластырып, қамыр илейміз. Қамырды илеп, 10 минутқа қойып қоямыз. Творогқа 1 қасық қаймақ саламыз, 1 жұмыртқаның ағын саламыз, 2 ас қасық шекер және 1 ас қасық ұн салып араластырып аламыз. Салмасы дайын. Енді қамырды кішкене бөліктерге бөліп, ұнның көмегімен қолмен шеңбер жасаймыз. Сосын ортасына салмасын салып, видеода көрсетілгендей түйеміз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қазып тұрған духовкада 20-30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің тәттілер дайын. Бетіне сахарная пудра сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет.